Мартин оған ақыл айтты. Матей әтешін алып алыс сапарға кетті. Ұзақ жол жүрді. Бір жерге келгенде үлкен шаһар көрініп, сәлден соң қарсы алдынан бір адам кезікті. «Мына келе жатқаның не нәрсе?» деп сұрайды әлгі адам. «Әтеш әкеле жатырмын», дейді Матей. «Әтешті көріп тұрғаным осы, біздің жақта мұндай құс жоқ». «Ау, бұл неге керек?» «Әтеш түнде күндізді шақырады, ал өзі ұйықтағанда күндізді ұйқыға жібереді». «Ғажап екен, біз сорлылар әрбір кеш сайын күндізді ана таудан асырып ұзатып жібереміз, таң атқанда тағы да барып қарсы аламыз. Егер де сенің құсың біз үшін күндізді қарсы алып, ұзатып жіберіп тұратын болса, патша саған әлденеше мыңдап ақша төлер еді. Менің әтешімнің бұл өнерін өзіңіз көресіз әлі», деді де Матей бейтаныс адамға еріп патшаға барды. «Аса қайырымды патша», дейді бейтаныс адам басын иіп. «Мына жігіттің жаршық құсы бар. Ол құс түнде күндізді шақырады, өзі ұйықтағанда күндізді ұйқыға жібереді. Мұндай құсқа баға жетпейді», деді патша қуанғаннан екі алақанын шапалақтап. «Шын айтасың ба?» «Аса қайырымды патша», деді Матей езетпен. «Шындығында қазір көзіңізді жеткізейін. Бұлар әтешті алтын шетенге қамады». Өзінің жаңа мекен жайына көңілі көншіген әтеш тез жайғасып тыныстай бастады. Сол мезгілде күн ұзақ па, қысқа ма, оншасын кім білсін, әйтеуір күндіздің аты күндіз ғой. Әтеш кешкісін күндізді қалай шақырар екен? Патша қуанғанынан жадырап, жайнап, таңның атуын асыға күтті. Сарай малайлары түн ортасы кезінде төсектерінен атып тұрып, әтештің күндізді қалай шақырғанын күтті. Сағат 1-ді соқты. Әтеште үн жоқ. Сағат 2-ні соқты. Соққанда әтеш бар даусымен шақырып қоя берді. «Кукареку!» Адамдардың бәрі жан-жаққа қаша жөнеліп, бұрыш-бұрышқа жасырынып қалды. Сағат 3-ті соққанда әтеш тағы да шақырды. Содан кейін әбден таң ағарып атқанша шақыра берді. Әтештің күндізі шақыратынына патшаның көзі жетті. Ол сонда Матейге 5000 сом ақша беруге және өзімен бірдей тамақтандыруға бұйырды. Матей қыруар ақшаны қалтасына салып, тойғанша тамақ жеп, патшаға алғыс айтты да алшаңдай басып өз үйіне қайтты. Бауырлары Матейді қуана қарсы алды. Сөйтіп бұлар тағы да рахат өмір сүре бастады. Тойғандарынша тамақ жеп, қалағандарынша ұйықтады. Бірақ көп ұзамай ақша азайып, өңшең бақыр ғана қалды. Сонда Михал былай деді: «Ал, бауырларым, дүниеден бақыт іздеуге енді мен барайын. Сәтін салса, мысық екеуміз де азын шоғын олжа табармыз. Туған жерден алысқа кет, адамдары шетінен нақұрыс жат елге бар. Өз жерімізде енді ешкімді алдай алмайсың», деп ағалары Михалға ақыл айтты. Михал еркек мысығын қапшыққа салып алып, алыс жолға жүріп кетті. Ұзақ жүрді. Етегінің табаны тесіліп, тақасы таусылғанда, әбден титықтап қажығанда, адамдары әлде қандай былдырлақ тілде сөйлейтін бір елге тап болды. Михал күлдіргіш, қуақы жігіт еді. Жат елдің астанасына жеткенше жергілікті тұрғындармен шүйіркелесе сөйлесіп, ептеп ұғынысатын болды. Шаһар дарбазасының алдында кездескен кісі одан «Қапшығыңда не бар?» деп сұрады. «Қапшығымда мысық бар», деді Михал мысығын алып көрсетті. «Мынау бір біз көрмеген мақұлық екен, қандай іске икемі бар өзінің?» «Тышқан аулайды. Үй ішінде қанша тышқан болса, түк қоймай қырып тастайды. Тышқан қырғыш кереметіңді тез қапшығыңа салып ал. Қазір біздің патшаға барайық», деді бейтаныс адам. «Оның сарайында тышқан өріп жүр, тіпті адамнан сескенбейді, үстел үстінде емін-еркін жортады. Осы жексұрын жәндіктен құтқарған адамға патша көп сыйлық беремін деген». «Мақұл ендеше», деді Михал. Мысығын қапшыққа салып алып, асыға басып патша сарайына беттеді. Патшаға келген бойда Михалдың қасындағы адам аптыға сөйледі. «О, аса қайырымды патша, мына жат ел адамының мысығы бар, ол тышқан аулайды екен. Егер шын болса, мысығыңды маған сат, қанша сұрасаң да құнын төлейін». «Аса қайырымды патша, қане, тышқандарыңыз қай жерде, көрсетіңізші. Менің мысығым оларды қазір қырып салсын». Михалды шошалаға апарды.
Онда тышқан қаптап жүр екен. Михал қапшықтың аузын шешіп жіберіп еді, мысық секіріп түсті. Джон арқасын күдірете тышқандарға тап беріп, бірін қалдырмастан қан-жоса қып қырып тастады. Бұған есі кете қуанған патша Михалға алтын ақша мен 10.000 сом төлеуге бұйрық берді. Михал төбесі көкке жеткендей көңілі тасып, ақшаны қалтасына сықап алды да дереу үйіне қайтты. Патшаға мынандай ой келді: осы жердегі тышқандарды түгел қырып тауысқан соң мысық не жейді? Оны ешкім де білмейді. Ең бір жүйрік сәйгүлікті ертеп мініп, Михалдың артынан қуғыншы барсын деп әмір берді патша. Михал жолда қаннен-қаперсіз аяңдап кетіп бара жатыр еді. Салт атты кісі оны қуып жетті де, тоқта деп дауыстады. Михал тоқтады. Салт атты адам оған жақындап келіп, өзінің былдырлаған түсініксіз тілінде Михалдан әлденені сұрай бастады. Оған не керек екенін Михал түсінбеді. Тіпті болмағасын Михал онымен немісше тілдескісі келді. Сүйсем ұғынысармын деп ойлады. Не деп сұрады Михал? Уәс. Салт аттының қабағы түсіп, сұрлана қалды да, сәйгүлігін желдей жүйткітіп, кейін қарай шаба жөнелді. Зәресі кетіп, қалшылдап, бет-аузын тозаң басқан қуғыншы қайтып келіп, атынан секіріп түсті де жүгіре басып патшаға барды. Уа, қайырымды патша, деп күңірене кірді. Мен саған қайғылы хабар әкелдім. Мысық тышқандарды қырып бітірген соң, осындағы бәрімізді құртады екен. Оны саған кім айтты? Деп сұрады патша шошып. Мысықты сатқан кісі айтты. Артынан қуып жетіп тышқандарды түгел қырып тауысқаннан кейін мысығың қандай тамақ жейді? Деп сұрадым. Сендерді, деді ол. Патша сасқанынан дереу кеңесшілерді мәжілістен шақырып, мысыққа не амал істеу жайын ойластырды. Әрі ойлап, бері ойлап, он өлшеп, бір пішіп, ақырында мысықты шошалаға қамайық, есігінің кілттері мықтап бекітіп, сыртынан күзетші қояйық деп шешті. Шошаланың есігіне қару-жарақ асынған 4 батыр жауынгерді күзетке қою туралы бас генералға бұйрық берді. Мұздай қаруланған күзетшілер шошаланың айналасында сіресіп тұрды. Өздері үрей ұша мысықтан қорқып тұрған болатын. Шошаладан күндіз-түні күзет арылмады. Ертеңіне ондағы сыптыр жым болды. Мысық тышқан атаулыны қырып бітіп тынышталды. Терезе алдында күзетте тұрған сарбаз шошала ішінде не болып жатқанын білгісі келіп байыз таппады. Ол батылданып терезеден басын сұқты. Терезенің ернеуінде шоқайып отырған мысық оны бірден көрді. Қауқиған сақал мен жалбыр бөрік ішке кіріп келе жатыр. Одан шошынған мысық терезенің әйнегін басымен сындырып сыртқа зыта жөнелді. Екінші сарбаз айқай-шуды естіп барса, шалқасынан сұлап жатқан өз серігін көрді. Сарбаз жүгірген бойы сарайға келіп айғай салды. Сұмдық, ойбай, пәлеге ұшырадық. Қайырымды патша, мысық шошаладан шығып, менің қасымдағы күзетшіні шайнап тастады. Енді бәрімізді қылғындырып өлтіреді. Пәлеге ұшырадық, құритын болдық. Дереу бүкіл шаһардағы үйлердің есіктері құлыпталып, терезелердің ішкі ілгіштері бекітілді. Шаһар тұрғындары мысықтан қашып, қуыс қалтарыстарға тығылды. Патша өңшең ержүрек сарбаздарды іріктеп алып, полк жасақтауға, болат сауыт кигізіп, қару-жарақ асындырып, мысыққа қарсы соғысқа аттандыруға бұйрық берді. Патша әмірі дереу орындалды. Мысықты 3 күн, 3 түн іздеді. Өзі түгілі ізі де табылмады. Ал тұрмыстары жақсарып кеткен ағайынды 3 жігіт тату-тәтті мұңсыз өмір сүріп жатты. Енді өзге сенері де, сүйенері де жоқ екенін олар жақсы білді. Олар оқтын-оқтын бас қосып, өздерінің ел кезіп, қулықпен пайда тапқан шақтарын еске түсіргенде алданған ақымақтарды ажуалап күліседі.